Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Егер сіздің арқаңыз, жауырыныңыз ашып ауыратын болса, онда бұл видео сізге арналады. Видеоны толық қарап, арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісе отырыңыз, олар да біліп жүрсін. Арқа аурулары, әсіресе жауырынның ауруы, көптеген себептерге байланысты болуы мүмкін. Жауырынның ашып ауырғаны көбінесе бұлшықетке немесе сүйекке қатысты мәселелермен байланысты. Міне, жауырынның ауырсынуына әсер етуі мүмкін негізгі себептер. Жауырынның ауруының себептері. 1. Миозит, бұлшықет қабынуы. Жауырындағы бұлшықеттердің қабынуы, миозит, арқа ауруына себеп болуы мүмкін. Бұл жағдай әдетте бұлшықеттің шамадан тыс кернеуі немесе суықта қалу кезінде пайда болады. 2. Жарақат немесе созылу. Жауырынға немесе арқаға күш түсірген кезде, мысалы, ауыр затты көтеру немесе күрделі физикалық жаттығулардан кейін, бұлшықет немесе байламдар созылуы немесе жарақат алу. 3. Қолайсыз ұйқы жағдайы. Қате ұйқы позасы немесе қатты матраста жауырынның ауруын туғызуы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы бір қалыпта жату бұлшықеттің кернеуін арттырып, ауырсынуды сезіндіруі мүмкін. 4. Кемікке қатысты аурулар. Арқа ауруы остеохондроз, спондилоз немесе остеопороз сияқты жағдайлармен байланысты болуы мүмкін. Бұл аурулар омыртқа мен буындардың дегенеративті өзгерістеріне әкеледі. Нәтижесінде жауырын мен арқаның ауруы байқалады. 5. Сіздің жұмыс орныңыздағы ұстаным. Компьютер немесе жұмыс үстелі алдында ұзақ уақыт отырсаңыз, бұл жауырынның және арқаның ауруына алып келуі мүмкін. Дұрыс емес поза, отырғанда дененің теңгерімсіздігі бұлшықет кернеуін арттырады. 6. Неврологиялық мәселелер. Жауырын мен арқа ауруы кейде нервтің қысылуына немесе зақымдануына байланысты болуы мүмкін. Мысалы, мойынның омыртқасында дискінің шығып кетуі. 7. Жүрек аурулары. Кейде жүрек аурулары да, мысалы, жүрек инфарктісі, арқаның немесе жауырынның ауруына себеп болуы мүмкін. Бұл жағдайда ауруды тек қана бұлшықеттен емес, ішкі ағзалардан іздеу керек. Арқа ауруын емдеу жолдары. 1. Демалыс және қатаң физикалық белсенділікке шектеу. Егер жарақаттанған болсаңыз, ауыртпалық түсірмей, демалу маңызды. Бұл бұлшықетке қысым көрсетпеуге көмектеседі. 2. Жылы және суық компресс. Арқа мен жауырынға суық немесе жылы компресс қойып қабынуды басуға болады. Суық компресс 20 минут бойы қолданылады, содан соң жылы компресс суды жылытуға болады, қолданылады. 3. Жаттығулар мен созылулар. Қарапайым жаттығулар мен созылулар жауырын мен арқа бұлшықеттерін сергітіп, ауруды жеңілдетуге көмектеседі. Дегенмен бұл жаттығуларды маманның кеңесімен орындау ұсынылады. 4. Физиотерапия. Қажет болған жағдайда дәрігер физиотерапия тағайындауы мүмкін. Бұл арнайы массаждар, мануальды терапия және әртүрлі дене жаттығуларын қамтиды. 5. Дәрі-дәрмектер. Ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектер, ибупрофен, парацетамол, қабынуды азайтып, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. 6. Массаж және мануальды терапия. Маман жасаған массаж немесе мануальды терапия бұлшықетті босаңсытып, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. 7. Дәрігерге кеңесу. Егер ауырсыну ұзақ уақыт бойы жалғасып, өздігінен өтпесе, дәрігерге жүгіну маңызды. Бұл күрделі медициналық жағдайлардың белгісі болуы мүмкін. Жауырынның ашып ауруы көбінесе бұлшықет кернеуімен байланысты болса да, ол басқа да медициналық жағдайлардың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан ауырсыну ұзақ уақыт бойы өтпей, күшейе түссе, маманнан кеңес алу маңызды.